Бас иген дүнияның айқаяғы жалғанына құл едім қолын созған арманына финалға аттай қалап алдырса ел айтайын татымды өлең талғамына сөп батыстың мақамымен біріншіде қол сақпай қалғанды жұрт жан-жағыма оңтүстіктің шығып тұрм өз мақамымен сөзімнің қарағың жұрт салмағына ағайын ал ендеше дем беріңдер қаумалап келген кезде жан-жағыма су жаңа финалыңның құрметіне су жаңа ернұр келді алдарыңа айқаяға финалда өлеңімді айқаяға тұрып айтам бір саусақ бір шынтақпен жүріп айтам кешегі күміс көмей жеңіп алған оразалы ағамдай қырып айтам финалды мынау ернұр күтіп кепті қарсылас ертіс жақтан түтіп кепті Жақсәке Жаманұлға 40 жылдық азық деп ернұр бірден ұтып кетті қарсыласқа берейін кезегімді бұл қалай бұл ернұрды түтіп кепті жігіттерге айтатын жалғыз ғана өтінішін бұл ернұр күтіп кепті қарсыластар әкемді айтпаңдаршы пайдаланар лимитім бітіп кетті айқаяға шақырасың зорегеске жентүріп келгенсің ау ерегеске мақамымды ауыстырдым деп айтасың сен олай ескегіңді бөлегеспе қандай мақам болса да қабылдайтын көнелі мынау елдің кен емес пе сазға қарайт сазына қарамайды мынау айтыс сөзіңді бағалайтын жер емес пе әгигагім демесе тура жолдан жаңылайын пендеге болу керек аруайым финалына шықты ғой кіл мықтылар айқасқа шығар бүгін бәрі дайын асылдалып қатысқан алтынға да келіпті айбектейін кәрі қайын кетем деп кетпей қалған қария жүр деп отыр ау еліме тағынайын бірақта үлкендермен айқасам деп санама салынбады сары уайым қарсылас кім болса да сескенбестен қарсы алдымнан шыққанды қағырайын өйткені 16-да жауға шапқан алаштың үлгі етемін абылайын бабыма күмәнданып тұрғаным жоқ бақ берсе болды құдай тарыдайын бекзадалар туылған елге келдім бекзаттың жігерін бер я құдайым әгигагім демеймін жақсысың ба жамансың ба
Ағасы жұлдыздайың жанарсың ба? Әкем жайлы айтпашы деп айтасың. Білемін, ол жайлы айтсам қаламсыңға. Исатайдың аулынан келіп тұрған Исағайдың баласы амансың ба? Жұма сайын өтсе де жаңғырып той. Өмір деген жай ғана әңгүдік қой. Аяқ асты шықтым ғой финалына. Өмірдің алды күдік, өмірдің соны күдік, алды үміт қой. Атымды Ибрахим деп қойған екен, бұл аттың қасиеті мәңгілік қой. Өзімде атыма сай болам деймін. Өзімде атыма сай болам деймін. Ибрахимнің барлығын нар жігіт қой. Тарихты қайталанат деп айтушы еді. Қарсылас санақ оны қалдырып қой. Басыма қиын қыстау күн туғанда, аспаннан қошқар түсуі заңдылық қой. Әгигәгім, әгигәгім. Қарсылас шыға салат женсем дейді. Бұл бірақ бізді оңай еңсермейді. Жеребеге жен түріп келгеннен сон, ақындар шапқа енсем дейді. Бала деп менсінбестен қарамағың, ақының қалың елге сенсем дейді. Өйткені қасқырдың да қайсарлығы аузының көлемімен өлшенбейді. Әгигәгім, әгигәгім. Келдім деп аяқ асты қайтағайын, айтқанын бұның қалай байқамайын. Ағайындар айқайлап ал қолдаңдар, шабытты бұнда қалай шайқамайын. Аяқ асты финалға келген ұлды, аяқ асты әпсәтте қайтарайын. Айқаяқ-ау, ай-ай. Бұл балаң желмаядай желіп қалды, саралап тәтті өлеңін төгіп қалды. Бейсенбай атамызға арналған той, шартараптан шайырлар кеп кеміп қалды, кеңіп қалды. Кенжебайдың баласын жырлау үшін айтыстың кенжелері келіп қалды. Ибрахим, өз ойыңша нөпірсің ғой. Бүгінгі осы айтысқа көпірсің ғой. Маған шіркін ештеңе айтпай жатып, өзіңмен өзің айтысып отырсың ғой. Айтар болсаң Шымкенттей ұлысымды айт. Тиіссең қызыл тілдей қылышымды айт. Інім-ау, мынау өзі не боп кетті? Інім-ау, мынау өзі не боп кетті? Айтар болсаң дұрыстап тынышыңды айт. Қойсың ба, қошқарсың ба, қасқырсың ба, ел алдында дұрыстап дұрысыңды айт. Айқаяқ-ау. Жақсы, жігіттер, бір шумақ, сонымен қайыра қой. Ол рас ұл өнерге нөпірмін ғой, және де бұл айтысқа көпірмін ғой. Өзіңменен сен өзің айтыстың деп ағасы шыға сала көпірдің ғой. Аяқ асты мен сені қайтарам деп сабалап домбыраңды көбірдің ғой. Сен олай қатты бүгін кетпегейсің,
Өйткені мына менде отылмын ғой. Аяқ асты шықсам да финалына, табан асты сөз тауып отырмын ғой. Әгигәгім, әгигәгім. Жүрегің аламанға қалса жарап, сөзімді жеткізейін ал саралап. Бір жанағам аяқта деп жатыр ғой. Қалың ел аузымызға қалса қарап, көп сөйлеп ел уақытың ұрламайық. Салауаттың баласы сау саламат әгигәгім. Жақсы, рахмет. Елнұр болды. Осыны аяқтай қойайық. Жақсы жігіттер, 15 минуттай айтыстық. Басқа да ақындар бар, қошемет білдіріп қойыңыздар. Бұл айтысты бастаған Ернұр Исақаевқа қазылар алқасы. Ернұрға ешкім қол көтермеді. Қазбек Ибрахим Павлодар айтыстың келесі кезеңіне Павлодардың жүйрігі Қазбек өтті.